Саламатсыздар, мен бірге менен Сая. Кейбір мемлекеттер автокөлік жүретін жол сала алмай жатқан кезде бұл ел су үстінен су өтетін көпір салып қойған. Бұл Германия елі өзінің 1000 жылдық тарихымен және белгілі көліктермен танымал. Енді бұл ел көпірімен танымал болды. Бұл әлемдегі ең ұзын су көпірі. Германияда орналасқан Магдебург су көпірі деп аталады. Ол арқылы Эльба мен Гавель өзендерін байланыстыратын кеме каналы өтеді. Бұл көпірдің ұзындығы 918 метр, ені 34 метр. Суды қосып алғанда көпірдің бүкіл құрылымының салмағы шамамен 135 мың тоннаны құрайды. Көпірді құрастыру дизайны 20 ғасырдың басында құрастырылған, бірақ соғыс пен экономикаға байланысты құрылыс кешіктірілді. 1997 жылдан бастап салынып, 2003 жылдан бастап ашылды. Оның құрылысына $600 миллион жұмсалды. Қазіргі таңда бұл әлемдегі ең ерекше дизайндағы құбыр болып табылады. Бұл көпір Германияның экономикаға оң әсер тигізуде. Бұндай көпірдің бар болғанына қалай қарайсыз? Осындай қызықты ақпараттар білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліңдер.